Сәлем достар, бүгін сіздермен қаймақ тұздығындағы тауық сүбесін, яғни курица в сливочном соусе әзірлейміз. Ең алдымен пиязымызды үсті-бұзын шақтап турап аламыз. Менде бір үлкен пияз, оны аз мөлшердегі майға қуырып аламыз. Саңырау құлақты ірілеп турап аламыз. Саңырау құлақты қаламасаңыздар, қоспай қойсаңыздар да болады. Пияз қуырылып болғаннан кейін саңырау құлақты да қуырып аламыз. Тауық төсінің жартысын өсіп жұқалап турап алдым. Оны да салып қуырып, дәміне қарай тұзын, бұрышын қосып аласыздар. Тауығымыз дайын болғаннан кейін 4 ас қасық қаймақ саламыз, 15-20%. Қақпағын жауып 1-2 минут бұқтырып аламыз. Қаймақ тұздығындағы тауық сүбеміз дайын болды. Дайындап көріңіздер. Менде гарнирде картоп пюресі, сіздер гарнирді ауыстырсаңыздар болады қалауларыңызша. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, картоп пюресінің рецептісін саламын. Өте дәмді әрі тез дайындалатын тағамымыз дайын. Ал енді картоп пюресін әзірлейміз. Картопты ірілеп турап, су құйып пісіріп аламыз. Картопымыз піскеннен соң, суын соңына дейін төкпейміз, біршама суын алып қаламыз. Тұзын салып, сары майын салып жақсылап езіп аламыз. Қайнап тұрған сүтімізді құйып, тағы да араластырып аламыз. Картоп пюреміз дайын.